Сәлеметсің бе? Мен Шымкент қаласында тұрамын. Жасым 61-де. 13 немерем бар. Үлкен семьядан шыққанмын өзімде. Өзімде үлкен семьяға келгенмін. Құдайға шүкір, 4 бала шағам бар. 3 ұл, 1 қызым бар. Шүкір Аллаға, бәрі жақсы. Ол денсаулығым болғанда, бұл зобпен ауырғаныма біраз уақыт болған. Қанша уақыт болды десем болады. Бұл 10 жылдан көп болды негізі. Докторға барып қаралып жүрдім, кейіннен шыли асқынып кеттім, болмады. Одан кейін оң жағын алдырып тастадым, кейіннен сол жағы қалды. Онан кейін сол жағында алып тастаймыз дегенге келтіргеннен кейін мен осы нені телевизорден көріп, осыған звондап, содан кейін осы ламифаренді алып ішіп, осыдан қазір жағдайым жақсы. Шүкір, Аллаға шүкір деп айтамын, жақсымын қазір. Буыным да ауырмайды, асқазаным да ауырмайды, бұрын басым да ауыратын, буыным да ауыратын, жүрсем ентігіп шаршап қалатынмын. Үйге шыққанда өзі 3-4 тепшек қой. Сол 3-4 тепшектің өзінен демаламай қалатынмын. Ауа жетпейді. Түнге қарай ұйықтай алмайтынмын, далада отыратынмын. Ауа жетпей қысылып қалатынмын. Қазір ондай ештеңе жоқ. Жақсы демалам, түн ұйқым тыныш. Шүкір деймін. Мен өзгерісті ол 1 ай, 2 ай деп айтпаймын. Өзгерісті мен ламифаренді ішкеннен кейін 1 аптаға жетер-жетпес менде өзгеріс пайда болды. Өйткені өзгерістің біріншісі мен тыныш ұйықтадым. Кәдімгідей тыныш ұйықтап азанда тұрдым. Маған ауа жетпей, мен далада жүретінмін. Жұрттың бәрі ұйықтап атса, мен как-будто қарауыл сияқтымын. Есіктің алдында айналып жүретінді қоятымын. Оның үстіне Шымкенттің өзі де ыстық қой. Қан қысымы мазаламады қазір мені. Қан қысымы жақсы. Біріншіден менің бұл зоб болғанменен мына жүрегім қысылатын. Жүрегім қысылып, ауа жетпейді. Кәдімгідей анау не дейді? Адышке беретін. Сәл жүрсем демаламай. Сәл жүрсем уже ауа жетпей анандай жүрегім тарсылдап, ұрып, қол аяғым дірілдеп, өзінен өзі селкілдеп кететін. Қазір ондай ештеңе жоқ. Қазір бәрі жақсы. Басым да жақсы, асқазаным да жақсы, жүрегім де жақсы, миым да тыныш, давление да жоқ. Онан кейін буындарым да жақсы. Бұрын икемге келмейтін буындарым қазір беймарал намазымды оқып тұра беремін. Қазір мына балдарымды, немерелерімді шындығы керек горшокқа да отырғызып, оны көтеру деген вообще маған жоқтығын. Бүйтіп көтере алмайтын баланы. Қазір жақсымын. Мен айтар едім, шындығымды айтсам, ламифарен ол адамның өмір жасын ұзартатын тағам ретінде. Дәрі деп те айта алмаймын бұны. Кәдімгі тағам. Айтар едім, мысалы жұртқа алып ішіңдер дер едім. Дәрінің орнына әрі тамақ, әрі тағам, әрі емдік нәрсе, организмнің бүткіл мүшеңнің бәріне керек нәрсе деп ойлаймын. Рахмет айтамын осыны ойлап тапқан адамға, осыны шығарған адамға. Рахмет айтамын.